Сәлем достар, сіздермен бүгін домашняя игра немесе домашняя команда киносына обзор жасайтын боламыз. Бұл кино американдық спорттық комедия, шындыққа негізделіп түсірген. Кино Netflix платформасында 28 қаңтарда 2022 жылы шықты. Бұл кино отбасылық комедия. Режиссерлері Чарльз және Дэниел Кинейн. Продюсері комик Адам Сэндлер және негізгі актер Кевин Джеймстің өзі. Кинокомпания Happy Madison Productions түсірген, яғни Адам Сэндлердің компаниясы. Ал енді сюжетке келетін болсақ, яғни New Orleans Saints командасы Суперболды жеңгеннен кейін негізгі тренер Шон Пейтон NFL-ге қатысудан бір жылға шеттетіледі. Себебі марапаттау кезіндегі жанжал болатын. Содан кейін ол туған қаласына қайтып, Warriors командасын жаттықтыруға көшеді. Кино жалпы баяу, бірақ кейіпкерлерге қарау, олардың өзгерістерін байқау қызық. Бұл фильмнің рейтингі Кинопоиск бойынша 6.3 болса, IMDb бойынша 6 балл. Бұл фильмді отбасымен көруге болады. Фильм көңіл көтеру үшін арналған, бірақ негізгі актердің кейбір нәрселерді аңғармайтынын көреміз. Мысалы, өз командасындағы кей ойыншыларды ойнатпайды. Менің ойымша, актерлер өз рөлін жақсы ойнады. Бір қуантатыны Тейлор Лотнердің киноға оралуы. Домашняя игра киносы көңілді көтеретін мейірімді кино. Каналға жазыламыз, лайк басамыз.